Құрметті оқырмандар, сіздерді 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер мерекесімен құттықтаймын. Бұл мереке қазақтың тұңғыш тілші ғалымы, көрнекті ақыны, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Барлығыңызды тілдер мерекесімен және осы айтулы күні құттықтай отырып, тіл мәртебесі асқақтай берсін, мәңгілік тіл, қазақ тілі жасай берсін дегім келеді. Бүгінгі таңда ұлттың болашағы, ұлттың жарқын болашағы, ұлттық тілмен тікелей байланысты. Ендеше жаңғыру жолында жаңа белеске көтерілген қазақ тілінің тұғыры мәңгілік болсын. Қазіргі таңда көпшіліктің көкейінде жүрген сауалдардың бірі қазақ графикасы латын графикасына көшу мәселесі. 2017 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы шыққан сәттен бастап елдің назары осы басты жаңғыртуға ауысты. Яғни кезең-кезеңмен 2025 жылға қарай қазақ жазуын латын графикалы әліпбиге көшіру мәселесі. Қазіргі таңда акутты, диграфты әліпбиіміз бар. Бұл жетілдіру үстіндегі әліпби, сондықтан қазіргі таңда ғалымдарымыз ұлттық комиссия жанынан құрылған орфографиялық жұмыс тобы осы акутты, диграфты әліпбиді жетілдіру жұмыстарымен айналысып жатыр. Дейтұрғанмен біздің еліміз осы беталысты оң қабылдап, жазу практикасын, жазу дағдысын, осы графикада оқу дағдысын жетілдіру мақсатында түрлі шараларға қатысып жатыр. Ол онлайн диктанттар, ол ақпараттық сағаттар, ол түрлі тележобалар және де көпшілікке арналған дөңгелек үстелдер, түсіндіру сағаттары. Осы орайда қазіргі жастардың да осы басты жаңалықты оң қабылдайтындығын көруімізге болады. Өйткені жастар біздің қоғамның алдыңғы қатарында жүретін озат лек деп қабылдаймыз. Өздерінің SMS хабарламаларында, түрлі жобаларда латын графикасын әлде қайда бұрын пайдаланып жүр. Сондықтан да осы жастардың оң қабылдауы еліміздегі осы кезең-кезеңмен көшіру жұмыстарына айтарлықтай үлес қосылып жатыр деп санаймын. Сонымен қатар көп тіл білу мәселесі, үш тұғырлы тіл саясаты туралы сауалдарыңызға қатысты ойымды айта кететін болсам, жалпы қазақ халқында 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл деген даналық сөз бар. Шындығында бірнеше тіл білу, сол тілдерді жетік меңгеру, ол тұлғаның табысты болуының басты кілті деп қарауымыз керек. Сондықтан бірнеше тілді еркін меңгерген азамат үшін бірнеше елдің мәдениеті еркін жол ашылады деген сөз. Олай болса, өзін кәсіби салада, қызметінде, жоғары сапалы маман ретінде көрсеткісі келетін, белгілі бір табысқа жеткісі келетін тұлға үшін бірнеше тіл білу ол өте пайдалы және оң шешім деп санаймын. Сондықтан тілдерді біліңіздер, тілдер білгеннің еш артығы, айыбы жоқ. Ал енді ерте жастан тілдерді меңгерту, әрине бұл мектеп қабырғасында, мектепке дейінгі ұйымда тілдерді меңгерту мәселесі жөнінде қоғамда түрлі пікір жүр. Яғни әлі бала өзінің ана тілінде толық сөйлеп, жазып дағдыланбаған кішкентай балаға, бүлдіршінге бірнеше тілді меңгерту психологиялық жағынан болсын қиындық туғызбай ма деген ата-аналар алаңдаушылығы да орынды деп санаймын. Сондықтан ана тілін, ең бірінші ана тілі, ол өзінің отбасында анасының тілінде сөйленуі керек. Осы ретте ана тілі деп мен өзімнің қазақ тілімнің мәртебесін айтқым келеді. Әрбір отбасы ана тілі қазақ тілінің мәніне, мағынасына, болашағына, қызметіне, оның қолдану аясына қызмет ету керек. Яғни орыс тілді ортада өскен бала
қазақ тілін естіп, қолданып өспегендіктен, әрине ол мектеп қабырғасынан жоғары оқу орынға барған кезде өте бір қиыншылықтарға тап болып жатады. Сондықтан отбасы тәрбиесінде қазақ тілін үйрету, қазақ тіліне баулу, оны қолданып үйрету, ол ата-аналар алдындағы үлкен парыз деп санаймын. Ал енді келесі сауалдарыңыздың бірі жастарымыздың басқа жат елдерге еліктеуіне байланысты, бұл да тілге байланысты. Әрине, бұл жерде жастарымызды кінәлаудан немесе айыптаудан аулақпын. Дегенмен қазіргі таңда жастар үшін әлемнің көптеген елдері өздерінің музыкасы арқылы, өздерінің киім кию мәнері арқылы, кино өндірісі арқылы өздерін қызықтырып, жастарды еліктетіп жатыр. Ол енді барлығымыздың біліп, көріп отырған жайтымыз. Дегенмен осыған ғана қарап, біздің жастар еліктегіш, біздің жастар басқа елдің мәдениетін бойына сіңіріп алып кетеді деген қорқыныштан меніңше алыс болған жөн. Егер әрбір жас өзінің отбасында қазақ ұлтына деген, қазақ тіліне деген үлкен жауапкершілігін, азаматтық парызын сіңіріп өскен болса, ол өзгенің мәдениетін, өзге елдің тілін, музыкасын тек тыңдаушы, көруші ретінде ғана қызмет етеді деп ойлаймын. Ал енді оны сіңіріп, әрі қарай оны дамытып, сол елге бойсынып кетеді деген мен ойдан аулақпын. Бәлкім оның талғамы, әрбір жастың талғамы бар ғой, талғамы сол әуенге, сол киноға ауып тұрған болар. Бірақ енді ол өз мәдениетінен бас тартады, өз тілінен бас тартады деп ойлағым келмейді. Сондықтан қазақ жастары жан-жақты болсын, қазақ жастарының мәдениеті, қазақ жастарының өнерді түсінуі жоғары болу үшін әлем халқының мәдениетімен де, әлем халқының музыкасымен де біте қайнасып, бірге заман уақыттың талабына сәйкес бірге үндесу керек деп санаймын. Оған жарқын дәлел өзіміздің жерлесіміз, күллі елдің мақтанышына айналып отырған Димаштың тұлғасы дәлел бола алады деп санаймын. Қанша елдің әуенін, қанша елдің музыкасын, қаншама елдің тілінде сөйлеп тұрса да, Димаштың табиғаты, Димаштың болмысы қазақ деп сөйлеп тұрады. Екі сөзінің бірін қазақтың сөзімен аяқтап жатады. Міне осындай үздік үлгілерге қазақ жастары бой сұнса екен, еліктесе екен, және де осылай болады деген мен үлкен сенім артамын. Сонымен қатар қазақ жазуының бүгіні ресми жазуы, қазақша контент мәселесін сұраған екенсіздер. Жалпы мына қазақ жазуын латын графикасын меңгертуге байланысты ең көп ақпарат көзі ресми ұлттық портал деп тіл әлемі KZ ұлттық порталын атап өткім келеді. 3w.қазылатын.com сайтында атап өткім келеді. Бұл ұлттық порталдар арқылы қазақ тілін деңгейлеп меңгертудің электронды базасын көре аласыздар. Қазақ сөзінің, қазақ сөз байлығының, яғни терминдерінің, атауларының, ономастикалық атаулардың, лексикалық қордың электронды базасын осы ұлттық порталдан көруіңізге, тауып алуыңызға, зерттеуіңізге болады. Сонымен қатар тіл әлемі KZ-те латын графикасына кезең-кезең көшірудің басты жаңалықтары, үлкен-үлкен қадау-қадау мақалалар, тұшымды ойлар, негізгі жаңалықтарды да оқып білуіңізге әбден болады. Сондықтан қазақша контенттің аздығы дегенді тілге тиек ете бермей, бар жаңалықты көре біліп, соларды қолдап, соны тұтынып, ең бастысы тұтыну, тіркеліп осындай порталдарға жиі қарап, жаңалықтарын бөлісіп отыратын болсаңыз, бұл сіздің күнделікті өміріңіздің бір бөлігіне айналып кетеді.
Шындығында күнделікті ұялы телефон арқылы біздер қала жаңалықтарын, әлем тынысын, Инстаграм желісі, Фейсбук арқылы қалай бақылап күнделікті көретін болсақ, әрбір тұлға үшін қазақша контентті осындай интернет ресурстары арқылы тұтыну күнделікті жұмысқа айналғаны абзал. Сонда ғана мынау тілдің қолдану аясы туралы практикалық білімдеріңіз, дағдыларыңыз қалыптасады. Өйткені көпшілік тілді қолдану дегенде тек қана бір айтулы даталарда, азғантай бір бас қосуда сөйлеу деп түсінеді. Олай емес. Тіл күнделікті жанды процесс ретінде, әсіресе мына орыс тілді азаматтар үшін айтып отырмын бұны, қазақ тілінде сөйлеу дағдыларыңыз шағын жарнамаларды оқудан, шағын жаңалықтарды тыңдаудан, анонстарды тыңдаудан басталуы керек. Яғни сіз қазақ тілін осындай дағды арқылы өзіңізге сіңіресіз, кейін үлкен көлемді мәтіндерге ауысатын боласыз. Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы, тілдерді оқыту орталығының ұжымының атынан сіздерді 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер мерекесімен құттықтаймын. Тілдердің даму жолындағы әрқайсыңыздың үлестеріңіз, еңбектеріңіз, шығармашылық шабыттарыңыз арта берсін. Тіл тұғыры биік, мерейі әрқашан асқақ болсын. Сонымен қатар біз тілдерді оқыту орталығында тіл оқырмандарын әдістемелік ізденіс жолындағы әрбір педагогты, облыс жұртшылығын, тіл жанашырларын тілдерді оқыту ізденіс және әдістеме ақпараттық әдістемелік журнал арқылы да көпшілікке таныстырып келеміз. Бұл журнал беттерінен облыс педагогтары өздерінің үздік әдістемелік ізденістерін, сабақ әзірлемелерін, сценарийлерін, класстан тыс шараларын тілге қатысты жариялап келеді. Және сонымен қатар республикадан келетін жан-жақты ғалымдардың, тілші ғалымдардың мақала, баяндамаларын жариялап келеміз. Және де бұл журнал бетінен рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясындағы латын графикасына көшіру жұмыстары туралы да жаңалықтарды оқи аласыздар. Журнал әр айдың 90-на бір рет жарыққа шығады, жылына 4 номерін әзірлеп отырмыз. Автор болуға асығыңыздар, журналдың бетінен өзіңіздің үздік жұмысыңызды көріп, ізденісіңізді, мақалаңызды оқи отырыңыздар.